Намаз. Риуаяттарға қарағанда, Жабрил алейхиссалам бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келіп: «Уа Расулалла, мен көктегі тақта отырған бір періштені көргенмін. Айналасында 70 000 періште қызмет жасап жүрген. Ол періште демалған сайын Алла бірден періште жаратып тұрды. Енді оның Қаф тауының үстінде қанаты сынып жылап жатқанын көрдім. Ол мені көріп, маған шапағат қыласың ба деді. Мен, күнәң не деп сұрасам, ол, Миғраж түні тағымда отырсам, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жанымнан өтті. Мен ол үшін орнымнан тұрған жоқпын. Нәтижеде Алла тағала мені жазалап, өзің көріп тұрғандай сол жерге тастады деді. Кейін мен сол періште үшін Аллаға жалбарынып, шапағатшы болдым. Алла тағала маған: «Жабрил, оған айт, Мұхаммедке салауат айтсын» деді. Сол періште қазір саған салауат айтып жатыр. Алла тағала оны сол қылғаны үшін кешіріп, сынған қанатын қалпына келтірді деді. Қиямет күні пендеден бірінші болып намазы сұралады. Егер пенденің намазы толық болса, қалған істері де қабыл алынады. Намазы кем болса, басқа істері де шетке ысырылады. Ибн Масғуд былай деген: намаз таразы сияқты. Кім кемшіліксіз өлшеп берсе, оған да сауабы кемшіліксіз беріледі. Кім тараздан алдаса, біліп қойсын. Алла тағала таразымен өлшеуіштен жеп, елді алдайтын жандардың жағдайы қандай өкінішті деген. Бір ғалым былай деген: намаз саудаға ұқсас. Саудагер саудаға ақша салмай тұрып, кіріс таба алмағандай, парыздарды мұқият оқымаған пенденің қылған намаздары да қабыл болмайды. Намаз уақыты келгенде Әзірет Әбу Бәкір жанындағыларға: тұрыңдар, Алла тағаланың өз қолдарыңмен жаққан отын өшіріңдер деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз ұқыптылық және кішіпейілдік деген. Басқа бір хадисте былай деген: иесін жаман істерден қорғамаған намаз пенденің Алла тағаладан алыстауына ғана себепкер. Жауапкершілік сезімі жоқ кісінің намазы жаман істерден және қателерден қорғамайды. Басқа бір хадисте пендеге сезініп, түйсініп оқыған намазының ғана сауабы тиеді деп айтылған. Ғалымдар былай деген: намаз 4 негізден тұрады. Намазды біліп бастау, намазға тұрғанында әдебін сақтау, барлық парыздарын маңызын сезініп орындау, намазды қорқумен аяқтау. Бір ғалым: жүрегін ақиқатқа бұрмаған кісінің намазы бұзылады деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні намазда сақалымен ойнап жатқан кісіні көріп, егер бұл кісінің жүрегінде қорқу сезімі болғанда, оның тұруынан байқалмақ. Жүрегінде қорқуы жоқ кісінің намазы қабыл болмайды деген. Намаз оқығанда жүрегін қорқу сезімі ұялап, өзінің әлсіздігін сезген кісілерді Алла тағала көптеген аяттарда мақтағаны жалпыға мәлім. Бұл мағынадағы аяттарда былай айтылған: намаздарын қаза қылмай уақытылы оқиды. Олар намаздарын үзбей оқиды. Белгілі болғандай, намаз оқығандар көп, бірақ намазында қорыққандар аз. Қажылыққа барғандар көп, қажылықтың талаптарын орындағандар аз. Білімділер көп, білгенін орындаған білімділер аз. Намаз Алланың бұйрықтарына мойынсыну амалы, Алладан қорқу және кішіпейілділіктің басы. Намаздың орындалу шарты мен қабыл болу шарты басқа-басқа. Намаздың орындалу шарты парыздарды мұқият орындау, қабыл болу шарты болса қорқу және беріліп оқу. Алла тағала былай деген: мүміндер сөзсіз азап атаулыдан құтылып, мақсат мұратына, нағыз жетістікке жетті. Олар намазда құдіреті күшті Аллаға шын бейілімен мойынсынып, барынша кішіпейілділік танытатындар. Тақуалық шарты туралы Құранда: расында Алла өзіне тиісінше тағзым ететін һәм қарсы келмейтін тақуа құлдарынан ғана қабыл алады деген. Пенденің көңілін билеген ойлар қорқу мен намаз оқуда көңілін бөледі. Сондықтан оларды ойдан шығарып тастау керек. Ал енді оларды шығару үшін көңілді бөлетін нәрселерден аулақ жерде намаз оқыған жақсы. У-шу жерлер, әшекейлі кілемдер және ұнамды киімдер кісінің көңілін бөледі. Қарағанда Әбу Жахм атты кісі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бір нәрсенің белгісі түсірілген белдік сыйлады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам онымен бір мәрте намаз оқығаннан кейін белінен шешіп: мынаны Әбу Жахмға қайта апарып беріңдер, өйткені ол намазда көңілімді бөлді деп айтқан. Тағы бір мәрте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аяқ киімінің бауының алмастырылуын бұйырған еді. Себебі ол жаңа болғаны үшін намазға тұрғанында оған көзі түсті. Сондықтан жаңа бауды алып тастап, ескіні тағуды бұйырды. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам саусағында алтын жүзік бар еді. Ол кезде алтын жүзікке тыйым салынбаған еді. Бір мәрте мінберде құтпа оқып жатып, сол жүзікті қолынан шығарып алып лақтырып жіберді де: сендерге қарап тұрғанымда қайта-қайта оған көзім түсіп,
мені алаңдатты деп себебін түсіндірді. Риуаяттарға қарағанда, бір күні Абу Талха радиаллаху анху үйінің бақшасында намаз оқып жатқан. Сол сәтте бір құс бұтақтардың арасынан ұшып қашуға әрекет жасай бастады. Абу Талха бұл көрініске біршама қызыға қарап қалды. Нәтижеде қанша рәкат оқығанында адасты. Намаздан кейін бұл оқиғаны пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам айтып беріп, сол бақшаны садақа қылдым, қалағаныңыздай қолданыңыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз оқыған кісі сәжде жасайтын жерден басқа тарапқа қарамайынша Алла оған назар салып тұрады деп айтқан. Әбу Бәкір Сыддық радиаллаху анху намазда тірек секілді тіке тұрды. Кейбір сахабалар рукухте көпке шейін тұрғандықтан құстар оларды жансыз нәрселер деп ойлап жанына қонатын. Әбу Алиден радиаллаху анху өйткені олар намаздарын ұмытып кеткен деген аяттың мағынасын сұрағанда, бұл аят намаз оқығанда бір рәкат оқыды ма, әлде екі рәкат оқыды ма, сонысын білмей адасып, қашан сәлем берерін біле алмай қалғандар туралы айтылады деп айтқан. Хасан радиаллаху анху бұл аят туралы бір нәрсеге алаңдап, намаздың уақытын өткізіп жібергендер туралы айтылып жатыр деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағала пендем менің азабымнан мойнына парыз болған ғибадаттарды орындаумен ғана құтылады деп айтқан деген хадисі бар. Өсек. Алла тағала Құранда өсекті ғайбат сөзді сынға алып, өсекшіні ғайбат айтушыны өлген адамның етін жегенге ұқсатқан. Ұлы жаратқан былай деген: уа иман келтіргендер, бір-біріңді аңдымаңдар, және біріңді-бірің ғайбаттамаңдар. Қайсы бірің болмасын, өлген бауырының етін жегенді ұнатама. Әнекей, бірден жиіркендіңдер, ендеше Алладан қорқыңдар. Шүбәсіз Алла тәуәп, құлдарының шынайы тәубелерін қабыл етуші, рахим, ерекше мейірімді. Ғалымдар біреуді өсектеген, ғайбаттаған пендені тас лақтырған балаға ұқсатады. Ол бала оңға солға тас лақтырғанындай, өсекші де жақсы істерін әрі-бері шашып жоқ қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүмін бауырын қаралау мақсатында артынан сөйлеген кісіні Алла тағала қиямет күні тозақтың көпірінде тоқтатады, және сөзін қайтарып алмайынша жолын жалғастыруға рұқсат бермейді деп айтқан. Адамзаттың асыл тәжі саллаллаху алейхи уассалам ғайбат мұсылман бауырының артынан оған ұнамайтын сөздерді айту деген. Демек, біреудің артынан оның дене мүшесіндегі кемшілік туралы болсын, тексіздігі туралы болсын, не діні, не дүниесі туралы қайсы бір кемшіліктерін айтса, бұлардың бәрі өсек аяң, ғайбат. Тіпті біреудің киім-кешегі не мінген атын жамандап сынға алу да өсектеу болып саналады. Ал енді біреудің адамдық сипаты туралы намысқа тиетін ауыр сөздерді айту одан да үлкен күнә. Риуаяттарға қарағанда, бір күні кейбір мәселелер туралы мағлұмат алу үшін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам қысқа бойлы бір әйел келеді. Ол әйел шығып кеткеннен кейін Айша радиаллаху анху: Алла бұл әйелге қысқа бой беріпті дейді. Мұны естіген Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған: уа Айша, сен ғайбаттадың деп ескертеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: өсек аяңнан, ғайбаттан аулақ болыңдар, өйткені ол 3 түрлі апатты алып келеді. Өсекшінің дұғасы қабыл болмайды, жасаған жақсы істері қабыл болмайды, жамандықтары жиылады деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өсекшілік туралы былай деп айтады: қиямет күні пенделердің ең жаманы біреуге басқа жүзбен, екіншісіне басқа жүзбен көрінген 200 кісілер. Бұл дүниеде 200 болғандардың қиямет күні оттан 2 тілі болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам басқа бір хадисте өсекшілер пейішке кіре алмайды деген. Әбу Хафсуль Кабир: бір жылдағы Рамазан оразасын ұстамай қоюды бір кісіні өсектеуден артық көремін деген. Әнәс ибн Маликтің радиаллаху анху риуаяты бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: Миғражға шығарылған түні тырнақтарымен жүздерін тырнаған және өлексе жеген бірнеше кісіні жолықтырдым. Жәбірейілден: бұлар кімдер деп сұрасам, бұлар фәни дүниеде жүргенде басқалардың өлген етін жегендер, әркімді өсектегендер деп жауап берді. Хасан радиаллаху анху: ант етейін, ғайбаттаудың дінге зияны денеге түскен құрттың зиянынан да үлкен деп айтқан. Әбу Хурайра радиаллаху анху былай деген: сендер бауырларыңның көзіндегі шөпті көріп, өздеріңнің көздеріңдегі бөренені көрмейсіңдер. Жәбир ибн Абдулла әл-Ансари айтады: пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кезінде өсек айтылса, дереу иісі сезілуші еді, өйткені өсек өте сирек еді. Бірақ қазір өсек аяң өте көбейіп, мұрындардың бәріне сасық иіс толғандықтан сезілмей қалды. Мысалы, тері өңдеген жерге кірген кісі ол жердің иісіне көпке шыдай алмайды. Ал енді сол жерде істегендер жұмыс орындарында да тамақтанып, иісін сезбей жүре береді. Өсек аяңның қазіргі кездегі жағдайды осындай.
Кәғб радиаллаху анху: бір кітаптан оқығаным бойынша, өсектен тәубе жасағандар пейішке ақырғы болып кіреді, ал енді өсекті тастамай өлгендер бәрінен бұрын тозаққа кіреді деп айтқан. Алла тағала былай деген: әрбір ел жұртты менсінбей, сынап мінеуші, ишарамен ымдап келемеждеп кемсітушінің жағдайы қандай өкінішті. Бұл аят Валид ибн Муғира жайлы түскен, өйткені ол пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам және бүкіл мұсылмандарға намысына тиетін ауыр сөздер айтып мазақтады. Мәлім болғандай, жеке бір кісіне оқиға туралы түскен аят жалпыға да қатысты болып қалуы мүмкін. Біреуді өсектеген пенде өкініп, тәубе жасауы керек. Сонымен ол Алланың ақысынан құтылады. Оның артынан өсектелген кісіден кешірім сұрап, егер ол кешірсе, адам ақысынан да құтылады. Зина. Құранда былай деп айтылады: олар абыройларын қымтап, оны күнә атаулыдан барынша сақтайды. Мейлі жария, мейлі жасырын болсын, арсыздық пен күнә атаулыдан аулақ жүріңдер. Бұл жерде зинаның түрлері сүйу, ұстау және қарау туралы да айтылып жатса керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: қолдар, аяқтар, көздерде зина жасайды деген. Алла тағала былай деген: уа Мұхаммед, мүмін ер кісілерге айт, харамға көз салмасын, яғни бөтен әйелдерге және өзге ер кісілердің әуреті сынды қарауға болмайтын нәрселерге қарамасын, сондай-ақ абыройларын ашпасын, әрі зинадан сақтансын. Сол оларға әлде қайда лайықты. Шүбәсіз, Алла олардың не істеп, не қойып жүргендерінен толық хабардар. Мүмін әйелдерге де айт, харамға көз салмасын, абыройларын ашпасын, әрі зинадан сақтасын. Сондай-ақ еріксіз көрінетін жерлерінен тыс әшекейлері мен сымбат көріктерін көрсетпесін, һәм орамалдарын омырауларына дейін түсіріп тартсын. Әшекейлері мен сымбат көріктерін күйеулері, әкелері, сондай-ақ әкелері мен аналарының бауырлары, қайын әкелері, өз ұлдары, өгей әрі сүт ұлдары, сондай-ақ өзінің өгей және сүт немерелері, өзінің өгей және сүт бауырлары, бауырларының ұлдары, әпке сіңілдерінің ұлдары, арлы мұсылман әйелдер немесе қызметші яки жақсы араласатын әйелдерді, қол астындағы күңдерді, қартайып немесе өзге де себептермен еркектік қабілетінен айырылған еркек қызметшілері мен құлдары, және әйелдіктің һәм әйел әуретінің не екенін әлі түсіне қоймаған жас балалардан өзгелерге көрсетуші болмасын. Жасырын әшекейлері мен сымбат көріктеріне бөтен ер кісілердің назарын аударатын және олардың құмарын оятатын әрекеттерге бармасын. Уа мүміндер, күнәларың үшін өкініш білдіріп, бәрің бір ауыздан Аллаға тәубе етіңдер. Сонда ғана азаптан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Алла тағала еркектерді де, әйелдерді де харамға қараудан тыйған. Ұлы жаратқан бірнеше аяттармен зинаны харам қылған. Олар Алламен қатар басқаны да құдай тұтып жалбарынбайды. Алланың өзі ардақтаған әрі жөн жосықсыз өлтіруін харам қылған тірі жанды нахақтан нахақ өлтірмейді, зина жасамайды. Кімде-кім осы айтылғандардың бірін істесе, ауыр жазаға ұшырайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: зинадан сақтаныңдар, өйткені оның бұл дүниеде 3, ақыретте 3 болып, жалпы 6 апаты бар. Бұл дүниедегілері ризықты кемітеді, өмірді қысқартады, адамды ұялтады. Ақыреттегі апаттары төмендегілер Алла тағаланың азабына себеп болады, қатты сұраққа душар болады, тозаққа жол ашады. Риуаят бойынша Мұса алейхиссалам Алла тағаладан: уа жаратқан ием, зинақорға қандай жаза бересің деп сұрайды. Алла тағала: уа Мұса, оған үлкен таудың үстіне лақтырылса да, сол таудың бүкілін күлге айналдырып жіберетіндей отты киім кигіземін дейді. Бізге жеткен мағлұматтар бойынша, жаман жолға түскен бір әйел шайтан үшін 1000 күнәһар еркектен де сүйіктірек. Масаби хатты кітапта пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам: пенде зина жасағанда иманы жүрегінен шығып, көлеңке секілді төбесінде асылып тұрады да, зина ісі біткеннен кейін пенденің жүрегіне қайтып келеді деген сөзі жазылған. Еркек пен еркектің жыныстық қатынасы болса, зинадан да өткен үлкен күнә. Әнәс ибн Маликтен риуаят болған бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: еркекпен жыныстық қатынаста болған еркек пейіштің иісін де сезбейді, ал пейіштің иісі 500 жылдық қашықтықтан сезіледі деген. Отбасылы әйелді құмарлана сүйген кісі 70 қызбен зина жасағандай болады. Бір қызбен зина жасаған кісі 70 000 жесір әйелмен зина жасағандай болады. Қалбидің Раунақут тәпсір атты кітабында былай деп жазылады: алғашқы мәртесінде еркек пен еркектің жыныстық қатынасын Лут қауымына Ібліс үйреткен. Оларға сүйкімді жігіт бейнесінде көрініп, еркектерді жыныстық қатынасқа шақырды.
Осы азғыруымен кейбір еркектер онымен жақындасты. Сөйтіп еркектің еркекке жақындасуы лас әдетке айналды, және жат еркек көрген сайын оған жақындасуға әрекет жасай бастады. Сонда Алла тағала оларды бұл жамандықтан қайтуға және пұттарға сыйынудан бас тартып, Аллаға құлшылық жасауға шақыру үшін Лотты алейхиссалам пайғамбар қылып жіберді. Лот алейхиссалам оларды бұл істен тыйып, Аллаға ғибадат жасауға шақырды. Күнә істерін жалғастыра берсе, Алланың азабы келерін айтып ескертсе де, оның елі бұл насихатты тыңдамай, егер айтқаның шын болса, бізге Алланың азабын алып кел деді. Басқа шара қалмағанына көзі жеткен Лот пайғамбар Алла тағалаға дұға қылып, уа жаратқан ием, бұл күнәһарларды жеңіп шығуды нәсіп қыл деп жалбарынды. Алла тағала олардың басына тас жаудыруды көкке бұйырды. Әрбір таста оның кімге тиері жазулы еді. Аятта сол жауған тастар туралы баяндағанда Алланың алдында белгі қойылған деген сөздің қолданылуы осы шындықтың дәлелі. Яғни тастардың әрбірінде Алланың өзгеше белгілері бар еді. Риуаяттарға қарағанда, Лоттың алейхиссалам қауымынан бір саудагер кісі сол сәтте Меккеде Қағбаның ішінде сауда-саттықпен айналысып жүрген. Көктен түскен бір тас келіп, сол саудагерге тиетін кезде періштелер, келген жеріңе қайтып кет, бұл кісі қазір Алланың қорғауында деді. Сол тас Қағбаның сыртында, аспан және жердің арасында 40 күн ауада қалқып тұрды да, ол саудагер Қағбадан шығысымен басына тиіп, оны жоқ қылды. Әзірет Лот алейхиссалам өз қауымының апатқа ұшырайтынын білісімен, әйелін және өзіне иман келтірген кісілерді жинап ауылдан шықты. Ол өзіне еріп келе жатқандарды артына қарамай жүруін ескертті. Әйелі ғана бұл бұйрыққа бас имей, ауылдың апатқа ұшырағанын естісімен, уа елім деп артына қарағанда бір тас келіп басына тиіп, жан тәсілім болды. Мужахид айтады, сол күні ертемен Жәбірейіл алейхиссалам бұл адасқандардың өлкесіне келіп, ол аймақта өмір сүрген елімен қоса қанатымен сүзіп алып, көкке көтеріп шығып кетті. Содан соң қайта оларды жерге тастап тас талқанын шығарды. Олардың басына келген бәле ешбір халыққа келген емес. Алла тағала әуелі олардың көздерін соқыр қылып, содан соң өлкесін жермен жексен қылды. Бұл жерде Содом бас болған 5 аймақ бар еді. Құранда Бәрат сүресінде баяндалған апатқа ұшыраған жерлер солар еді. Ол уақыттарда бұл аймақта 4 миллиондай адамның өмір сүргені айтылады. Ақ-қараны айырмаудың зияны. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, үмбетім денедегі киімдер ескіргендей, жүректе Құран көнерген заманға тап болады. Алладан қорықпағаны мен жасаған істерінен үміт етеді. Жақсы іс жасаған пенде бұл ісім қабыл болады десе, күнә жасаған кісі бұл кешіріледі дейді деген. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ол уақыттағы кісілер Құран кәрімнің азап туралы хабар берген аяттарын білмегендіктен, Алладан үміт еткенмен одан қорықпайды демекші. Тап сондай жағдай Алла тарапынан христиандар туралы да білдірілген. Содан олардың орнын қайырсыз, нашар ұрпақ басып, кітапқа, тәуратқа мұрагер болды. Алайда олар оны қалауларына қарай бұрмалап, мына қу дүниенің баянсыз әрі болмашы бойын боқшасына айырбастады. Хам содан кейін, қайткен күнде де күнәләріміз кешіріледі, өйткені біз Алланың таңдаулы да сүйікті құлдарымыз деп өз-өздерін алдайды. Сондай-ақ олар дәл сондай дүние мүлік, жемқорлық, өсім, құмар ойындары сынды заңсыз жолдармен келсе, оны да міз бақпай ала береді. Сонда олардан Алла жайлы ақиқаттан өзге еш нәрсе айтпағандығына қатысты қолдарындағы кітаптың үкімі бойынша берік уағда алынбап беді. Һәм олар сол кітаптың ішіндегілерді қайта-қайта оқып, өзгелерге де оқытпап беді. Әйтсе де ақырет мекені Аллаға қарсы келуден барынша сақтанып, тақуалық аясында өмір сүретін жандар үшін әлде қайда қайырлы. Әлі де болса ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Алла тағала Құранда Раббысының құзыры дегенде, яғни Раббысының алдына баратын күнді ойлап, аза бойы қаза болатын мүмінге 2 бірдей жәннат бар. Олардан кейін ол жерге сендерді орнықтырамыз. Міне бұл жетістік, менің құзырыма күнәһар болып келуден қорыққан және ескертуімнен, яғни ескерткен нәрселерімнен тайсалғандар үшін деп айтқан. Құранда ескертуші және қорқытушы аяттар көп. Жақсылап ой жүгірткен кісі, егер оның ішіндегілерге сенсе, ұзақ уақытқа шейін өзі туралы қайғыға батып, қорқады. Адамдар Құран кәрімді оқиды, оның әріптерін дұрыстап оқуға әрекет жасайды, бірақ арабша жыр оқып жатқандай мән бермейді. Бұл дүниеде бұдан өткен алдану бар ма? Осыған ұқсаған алданулардың тағы бірі, күнә да, сауапты істе жасап, күнәлардың кешірілуін күтіп жүру. Бұл неткен надандық. Қарасаң кейбір кісілер арам адал араласқан ақшасынан бірнеше тиын садақа беріп,
екінші жағынан берген садақасынан бірнеше есе көп байлықты не күмәнді кірісті өз мүлкіне өткізіп алады. Мұндай кісілердің кейбірі жақсы істеріміз жасаған күнәларымызға қарағанда басым деп ойлайды. Өйткені өз-өзін сұраққа алмайды, жасаған күнәларын тексермейді және еске алмайды. Ал енді бір жақсы іс жасап қойған болса, оны ұмытпайды, соған сенеді. Мысалы, бір кісі Алладан кешірім сұрап күніге 100 рет жалбарынғанымен, оның артынша мұсылмандар туралы өсек таратып, олардың абыройына күмән келтіреді және ертеден кешке шейін Алла разы болмаған сөздерді сөйлейді. Аллаға қылған дұғаларына сенеді де, жасаған күнә істеріне мән бермейді. Шынында, жасаған күнәлары айтқан тасбихтерінен 100, бәлкім 1000 есе асып түседі. Хатшы періштелер олардың жаман сөздерін жазып тұрады. Пенденің аузынан жаман сөз шыққанда Алла оны ескертіп, адам баласының аузынан нендей сөз шықса да, дәл қасында оның аузын бағып, бірде-бір сөзін қалт жібермей жазып алып тұратын бақылаушы періште бар деп айтады. Бірақ ол тағы да айтқан тасбихтерінің сауабынан үміттетіп, соған сенеді. Өсекшілерге, өтірікшілерге, сөз тасушыларға, іші тысына ұқсамаған 200-ділерге және басқа күнәһарларға берілетін жазаларды еске алмайды. Міне сол жағдай үлкен алдану болып саналады. Егер сауап күнәларды жазушы періштелер бұл кісінің кемшіліктерін және айтқан тасбихтерінен бөлек жаман сөздерін жазғаны үшін ақы сұраса, пенде бір сөз айтудан да сақтанып, періштелердің жазған ақылары көбейіп кетпесін деп, аузынан шыққан сөздерінде санар еді. Алланы еске алып, зікір қылу. Алла тағала Құранда: «Сендер мені әрдайым жад етіңдер, яғни әрдайым құлшылық етіп еске алыңдар. Сонда мен де сендерді ескеремін. Маған шүкіршілік етіңдер және әсте күпіршілік қылмаңдар, яғни алғысы жоқ, жақсылықтың қадірін білмейтін кісінің ісін істемеңдер» дейді. Сәбит Бунани радиаллаху анху айтады: «Мен жаратқан иемнің мені қашан еске алатынын білемін». Тыңдағандар бұл сөзді естігенде қорқып кетіп, «Оны қалай білесің?» деп сұрады. Сәбит Бунани: «Мен оны қашан еске алсам, ол да мені сонда еске алады» деп жауап береді. Алла тағаланың бұл туралы аяттары төмендегілер: «Уа иман келтіргендер, Алланы көп еске алыңдар. Қажылықта саудамен айналысып, Раббыларыңнан ризық несібе тілегендерің үшін күнә арқаламайсыңдар. Арафатта тұрғаннан кейін бейне бір сел секілді Муздалифаға қарай ағылғандарыңда, Мәшғарул харамда, яғни Муздалифада Алланы еске алыңдар. Ол сендерді қалай тура жолға салған болса, соның қадірін түсіне отырып, оны дәл солай жақсылап еске алыңдар». Қажылық парызының рәсімдерін толық орындап болған соң, исламнан бұрын Минада тұрып, ата-бабаларыңды мақтап, мадақтап еске алғандарыңдай, тіпті одан да асыра Алланы еске алып ұлықтаңдар. Адамдар арасында тек дүние тіршілігін ғана ойлап, «Уа Раббымыз, беретін нығметіңді бізге осы дүниеде бергейсің» дейтіндер бар. Олардың ақыретте алар ешбір несібесі жоқ. Олар тікесінен тік тұрып та, отырып та, бір бүйірлеп жантайып жатып та үнемі Алланы еске алады һәм күллі аспан әлемі мен жердің жаратылысына терең ой жүгіртіп, «Уа Раббымыз, сен мұны бекерге, мақсатсыз жаратпадың. Сен мақсатсыз, мәнсіз іс істеуден аулақсың. Бізді тозақ отынан сақтай көр. Намазды өтегеннен кейін түрегеп тұрып, отырып, немесе бір бүйірлеп жамбастап жатып, тіпті соғыс жағдайында болса да Алланы еске алыңдар». Ибн Аббас жоғарыдағы аятқа төмендегідей түсіндірме береді. Яғни түні күні теңізде, құрғақта, үйде, жолда, баршылықта, таршылықта, дені сау кезде, ауырғанда, жасырын, жария, әрдайым әр жерде Алланы еске алыңдар. Құранда мүнафықтар Алланы өте аз еске алғандар деп сипатталады. Алланы еске алу туралы тағы басқа көптеген аяттар бар. Ертелі кеш іштей жалбарынып һәм қаһарынан имене отырып, бәсең дауыспен Раббыңды ауызға ал. Ақиқаттан бейхабар ғапылдардың қатарына қосылма. Ол Алланы үнемі жүрекпен, тілмен һәм іс жүзінде еске алу болса, құлшылықтың ең үлкені, ең зоры. Ибн Аббас жоғарыдағы аят туралы былай деп айтады: бұл аятты екі түрлі түсінуге болады. Бірінші, Алланың сендерді еске алуы сендердің оны еске алғандарыңнан да мағыналы. Екінші, Алла тағаланы еске алу басқа барлық ғибадаттардан жоғары тұрады. Бұған қатысты тағы бірнеше аят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бұл туралы төмендегілерді айтқан: ғапыл кісілердің арасында Алланы еске алып жүрген кісі қураған шөптердің арасындағы көк шөп сияқты. Ғапыл кісілердің арасында Алланы еске алып жүрген кісі жауға қарсы соғысудан қашқандардың арасындағы соғысушыға ұқсас. Алла тағала мені еске алып жүргенде, аузы мені зікір қылып, қыбырлап тұрғанда құлыммен біргемін деген.
пейіш бақшаларында серуендеуді қалаған кісі Алланы жиі-жиі еске алсын. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалям ең жақсы іс қайсы деп сұрағанда ол Алланы зікір қылған тілін құрғамай жатып жан беруің деп жауап берген. Ертелі кеш Алланың атын зікір қылсаң, таң мен кешке күнәсіз кіресің. Алла тағала айтады: құлым мені ішінен зікір қылса, мен де оны ішімнен еске аламын. Мені ел арасында зікір қылса, мен оны одан да жақсырақ көпшіліктің арасында еске аламын. Маған бір қарыс жақындаса, мен оған бір кез жақындаймын. Маған бір кез жақындаса, мен оған бір құлаш жақындаймын. Маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгіріп барамын. Қияметте 7 түрлі кісіні басқа еш көлеңке болмаған күнде Алла аршының көлеңкесіне кіргізеді. Ол жетеудің бірі жалғыз қалғанда Алланы еске алып, одан қорқып көздері жасқа толған пенде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтады: Алла тағала мені зікір қылудан менен бір нәрсе тілеуге уақыт таба алмағандарға қалағандарының ең жақсысын беремін дейді. Фудайл радиаллаху анху айтады: білуімше, Алла тағала: уа пендем, мені таң атқанда бір сәт, кеш кіргенде бір сәт зікір қылсаң, екеуінің арасындағы уақытта сен үшін жеткіліктімін дейді. Хасан Басри айтады: Алланы зікір қылу екі түрлі. Біріншісі, Алла мен ортаңда жасырын қалатындай құпия зікір қылу. Зікірдің бұл түрі өте жақсы және дәрежесі биік. Екіншісі, біріншісінен де бағалысы, арам нәрселерді көргенде Алланы зікір қылу. Риуаятқа қарағанда, Алланы зікір қылып жүргендерден басқа барлық пенделер дүниеден көшер алдында қатты шөлдейді. Муаз ибн Джаббал радиаллаху анху пейіштіктер Алланы зікір қылмай өткізген уақыттар үшін ғана қайғырады деген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай деген: жиналып алып, Алланы зікір қылған кісілерді періштелер қоршап алады. Олар Алланың мейіріміне бөленеді және Алла олар туралы жанындағыларға айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям жиналып алып, Алланың разылығынан басқа еш нәрсе күтпей, оның атын зікір қылғандарға көктен күнәларың кешірілген жағдайда тұрыңдар, жамандықтарың жақсылықтарға айналды деп айтылады деген. Тағы бір хадисте, бір жерде отырып Алланың атын зікір қылмаған және пайғамбарына салауат сәлемдерді айтпаған топ сол қылғаны үшін қиямет күні қайғырады деп айтылған. Әбу Хурайра радиаллаху анху айтады: періштелер Алла зікір қылынған үйлерді жұлдыздарды көрсеткендей бір-біріне көрсетеді. Суфиян ибн Уяйна радиаллаху анху айтады: мүміндер жиналып алып Алланың атын зікір қылғанда, шайтан да дүние де олардың жанынан қашады. Шайтан дүниеге: көрдің бе, бұлардың не істеп жатқанын деп қайғырады. Бірақ дүние шайтанға: мейлі қыла берсін, шаршағанда оларды бір-бірден желкелеп саған алып келемін деп жауап береді. Әбу Хурайра радиаллаху анху бір күні базарға кіріп, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям мұрасы мешітте бөлістіріліп жатса, сендер бұл жерде жүрсіңдер дейді. Бұл сөзді естіген саудагерлер мен сатып алушылар базарды тастап мешітке жүгіреді. Бірақ ол жерде ешқандай бөлісілген мирас көре алмайды. Олар Әбу Хурайраға: біз мешітте бөлісілген мирас көрмедік қой дегенде, Әбу Хурайра: онда не көрдіңдер деп сұрайды. Олар: Алланы зікір қылған және Құран оқыған кісілерді көрдік дейді. Әбу Хурайра оларға: пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям мұрасы міне сол деп жауап береді. Ағмаш Әбу Салихтен, ал ол Әбу Хурайра мен Әбу Сағид әл-Худриден риуаят еткені бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: Алланың құлдарының істерін жазғандардан басқа жер жүзін тынбай кезіп жүрген бірнеше періштелері бар. Олардың міндеті Аллаға зікір айтқан пенделер бар жерлерді іздеу. Олар Алланы еске алған кісілердің тобына тап болғанда: бұл жерге келіңдер, іздегеніміз бұл жерде деп жар сала шақырады. Сөйтіп олар әлгі кісілерді қанаттарымен қалқалап алып, сол айналаны аспанның бірінші қабатына дейін қоршап алады. Алла тағала шексіз ілімімен бәрін біліп тұрса да періштелерінен: пенделерім не деп жатыр деп сұрайды. Періштелер: уа жаратқан иеміз, олар саған тасбих айтып, мақтап, мадақтап, ұлықтап жатыр дейді. Сонда Алла тағала мен періштелердің арасында мынадай әңгіме өрбиді: олар мені көрген бе? Жоқ, сені көрген емес. Егер мені көрсе қалай болар еді? Егер сені көрсе, саған бұдан да көп ғибадат жасап, бұдан да көп ұлықтап, мақтау айтушы еді. Пенделерім менен не сұрайды? Пейішке кіргізуіңді сұрайды. Олар пейішті көрген бе? Жоқ, олар пейішті мүлдем көрген емес. Егер көрсе не жасайтын еді? Егер олар пейішті көрсе, оған кіруге бұдан да қаттырақ ынтызарланып, бұдан да қатты ұмтылып, бұдан да артық тер төгуші еді. Олар неден қорқып қашады? Тозақ отынан қашады. Олар тозақты көрген бе? Жоқ, олар тозақты ешқашан көрген емес. Егер көрсе қандай болар еді? Егер оны көрсе,
бұдан бетер сақтанып, бұдан да қатты қорқушы еді. Періштелердің бұл жауабынан кейін Алла тағала: періштелерім, онда сендер де куә болыңдар, мен олардың бәрін кешірдім дейді. Мұны естігенде періштелердің бірі: уа Алла, олардың арасында ойда жоқ жерден өзінің жеке ісімен ғана келіп отырып қалған пәленше деген күнәһар біреу бар дейді. Сонда Алла тағала: ол жиналғандар жақсы кісілер, олармен бірге отырып қалғандар да бақытсыздыққа душар болмайды деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: менің және менен бұрынғы пайғамбарлардың аузындағы ең ұлы сөз «Ла иляха иллаллаху уахдаху ла шарика лаху». Алладан басқа құдай жоқ, ол жалғыз, оның серігі жоқ деген сөз болған. Кім күніне 100 мәрте «Ла иляха иллаллаху уахдаху ла шарика лаху лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир». Алладан басқа құдай жоқ, ол жалғыз, серігі жоқ, әлем оның мүлкінде, мақтау оған тән, ол барлық нәрсеге құдіретті десе, 10 құл азат қылғандай болады. Дәптеріне 100 жылдық сауап жазылады және 100 күнәсі өшіріледі. Сол күні ақшамға шейін бұл сөздер оны шайтаннан сақтайды. Бұл сөздерді одан да көп қайталағандардан басқа ешкімнің ғибадаты оған жетпейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам миғражы. Имам Бұхари Малик ибн Сасаның бұлай деп риуаят еткенін жазады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам миғраж туралы бұлай еске алады: қағбада ұйықтап жатқан едім. Біреу, Жәбірейіл, келді. Көкірегімді тамағыма шейін жарып, жүрегімді алып шықты. Иман толы алтын табақ алып келді. Жүрегімді жуып тазалады, иман мен хикметке толтырды. Содан соң көкірегім жабылды және сол замат айықты. Содан соң қашырдан кішкене, есектен үлкенірек әппақ көлік алып келді. Ол көз көрген жерге бір секіріп жетеді екен. Оған міндім. Содан соң Жәбірейіл мені аспандардың бірінші қабатына алып шығып, қақпасын қақты. Күзетші, кім бұл деп сұрады. Жәбірейіл, менмін деді. Күзетші, жаныңдағы кім дегенде, Жәбірейіл, жанымдағы Мұхаммед деді. Миғражға шыққалы келдіңдер ме деп сұрады күзетші. Жәбірейіл, иә деді. Күзетші, қош келіпсің, құрметті қонақ. Қош келдіңдер, басқан қадамдарыңа сауап жазылсын деп дарбазаны ашты. Аспанның бірінші қабатында Адамды алейхиссалам көрдім. Жәбірейіл менен: бұл сенің атаң Адам, оған сәлем бер деді. Сәлем бердім. Адам алейхиссалам: қош келіпсің, уа асыл пайғамбар деп жауап берді. Сонда Жәбірейіл мені аспанның екінші қабатына алып шықты. Қақпаны қақты. Күзетші, кім бұл деп сұрады. Жәбірейіл, менмін деді. Күзетші, жаныңдағы кім дегенде, Жәбірейіл, жанымдағы Мұхаммед деді. Миғражға шыққалы келдіңдер ме деп сұрады күзетші. Жәбірейіл, иә деді. Күзетші, қош келіпсің, құрметті қонақ. Қош келіпсіңдер, басқан қадамдарыңа сауап жазылсын деп дарбазаны ашты. Ішкері кіріп Яхия мен Исаға алейхиссалам жолықтық. Жәбірейіл: бұлар Яхия мен Иса, сәлем бер деді маған. Сәлем бердім. Олар қабыл алып: қош келіпсің, уа жақсы бауыр, құтты пайғамбар деді. Сонда Жәбірейіл мені аспанның 3-ші қабатына алып шықты. Қақпаны қақты. Күзетші, кім бұл деп сұрады. Жәбірейіл, менмін деді. Күзетші, жаныңдағы кім дегенде, Жәбірейіл, жанымдағы Мұхаммед деді. Миғражға шығуға бұйрық келді ме деп сұрады күзетші. Жәбірейіл, иә деді. Күзетші, қош келіпсіңдер, құрметті қонақтар деп дарбазаны ашты. Ол жерден Жүсіп алейхиссаламды көрдім. Жәбірейіл: бұл Жүсіп, оған сәлем бер деді. Сәлем бердім. Ол қабыл алып: қош келіпсің, уа жақсы пайғамбар деп айтты. Жәбірейілмен 4-ші аспанның қақпасына келдік. Күзетші, кім бұл деп сұрады. Жәбірейіл, менмін деді. Күзетші, жаныңдағы кім дегенде, Жәбірейіл, жанымдағы Мұхаммед деді. Миғражға шыққалы келдіңдер ме деп сұрады күзетші. Жәбірейіл, иә деді. Күзетші: қош келіпсің, құрметті қонақ. Қош келіпсіңдер, басқан қадамдарыңа сауап жазылсын деп дарбазаны ашты. Іштен біреуді жолықтырдық. Жәбірейіл: бұл Ыдырыс, оған сәлем бер деді. Сәлем бердім. Ыдырыс қабыл алып: қош келіпсің бауырым, қош келіпсің жақсы пайғамбар деді. Сонда Жәбірейіл мені аспанның 5-ші қабатына алып шықты. Қақпаны қақты. Күзетші: кім бұл деп сұрады. Жәбірейіл: менмін деді. Күзетші: жаныңдағы кім дегенде, Жәбірейіл: жанымдағы Мұхаммед деді. Миғражға шыққалы келдіңдер ме деп сұрады күзетші. Жәбірейіл: иә деді. Күзетші: қош келіпсің, құрметті қонақ. Қош келіпсіңдер, басқан қадамдарыңа сауап жазылсын деп дарбазаны ашты. Ол жерде Харунға жолықтық. Жәбірейіл: бұл Харун, сәлем бер деді. Сәлем бердім. Харун қабыл алып: қош келіпсің бауырым, қош келіпсің асыл пайғамбар деді. Аспанның 6-шы қабатына көтерілдік. Қақпадан кіріп Мұсаны жолықтырдық. Жәбірейіл: бұл Мұса, оған сәлем бер деді. Сәлем бердім. Қабыл алып:
«Қош келіпсің, бауырым, қош келіпсің уа асыл пайғамбар» деді. Мен кетіп бара жатқанда Мұса жылай бастады. «Неге жылап жатырсың?» деп сұрадым. Менен кейін келген пайғамбардың үмбетінен пейішке көбірек кісі кіреді. Мен өз үмбетіме жаным ашып жатыр деп жауап берді. Жәбірейіл мені аспанның 7-ші қабатына алып шығып, қақпасын қақты. Күзетшінің кім бол деген сұрағына Жәбірейілмін деп жауап берді. Содан соң менің Мұхаммед екенімді және миғражға шығу үшін маған бұйрық болғанын айтты. Күзетші «Қош келіпсіңдер» деді. Ішке кірдік. Жәбірейіл «Бұл Ибрахим, оған сәлем бер» деп бір кісіні маған көрсетті. Мен сәлем бердім. Ол қабыл алып «Қош келіпсің, жақсы ұл, асыл пайғамбар» деді. Одан соң Алладан басқа ешкім білмеген аспанға көтеріліп, Сидратул Мунтаха деген жерге бардық. Ол жерлер маған көрсетілді. Сидра деген ағаштың набик деген жемісі Хажар елінің құмыраларына ұқсап тұрды. Оның жапырақтары пілдің құлақтарында еді. Жәбірейіл «Бұл жер Сидра» деді. Сидрада екеуі жасырын, екеуі ашық көрінген 4 дария ағып жатады. Жәбірейілден «Бұлар қай дариялар?» деп сұрадым. Жасырулы, яғни жер астымен ағып жатқан 2 дария пейішке тиесілі. Сыртта ағып жатқан 2 өзен Ніл мен Ефрат өзендерінің басы деді. Сонда маған Байтул Мағмур көрсетілді. Әр күні 70 000 періште бұл жайды қыдырады екен. Міне, сол сәтте шарап, сүт, бал кеселері әкелінді. Мен дереу сүтті алдым. Жәбірейіл «Дұрыс жасадың» деді. Сүт сенімен үмбетіңнің таза табиғатын білдіреді. Егер шарапты алғаныңда үмбетің жолдан адасушы еді деп түсіндірді. Алла маған және үмбетіме бір күнде толық 50 уақыт намаз оқуды парыз қылды. Қайтып келе жатып Мұсаның алейхиссалам жанына бардым. Жаратқан иең қандай міндет жүктеді деп сұрады. Бір күнде 50 уақыт намаз оқуды тапсырды дедім. Үмбетің соған шыдай алмайды. Мен адамзатты жақсы білемін. Яһудилердің әдепсіздіктерін жою үшін көп әрекет жасадым. Адамзат шыдамсыз. Жаратқан иеңнен бұл міндетті азайтуын сұра деді. Алла тағаладан парыз намазды азайтуды өтініп дұға қылдым. Алла 10 уақыт намазды кемітті. Мұсаға келіп болған оқиғаны айтып бердім. Парызды тағы кемітуді сұра деді. Алладан өтінген сайын 10 уақыттан кемітіп отырып, 10-ақ уақыт намаз қалды. Мұсаға алейхиссалам айтсам, онда ауырлық қылатынын және оны да кемітуді өтінуімді айтты. Қайта өтінсем 5 уақыт тағы қысқартты. Мұсаға келіп айтсам, мен яһудилерден жақсы білемін. Адамдар 5 уақыт намазға да шыдамайды. Тағы кемітуін сұра деді. Мен жаратқан иемнен ұяламын. 5 уақыт намазға разымын. Қабыл алдым дедім. Жолға шығатын кезімде, уа Мұхаммед, 5 уақыт намазды парыз қылдым. Пенделерімнің жүгін жеңілдеттім. Сол 5 уақыт намаз үшін 50 уақыт намаздың сауабын беремін деген үн естілді. Намаздың ұлылығы. Алла тағала былай деген: шүбәсіз намаз мүміндерге белгілі уақыттарда, яғни әр намаз өз уақытында өтелсін деп парыз етілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 5 уақыт намаз пенделерге парыз қылынған. Мән беріп, ешбір нәрсесіне немқұрайлы қарамай, сол 5 уақыт намаздың парызын орындаған кісіні пейішке кіргізуге Алла уәде қылған. 5 уақыт намаздың парыздарын орындамағандар мен Алланың ешқандай келісімі жоқ. Қаласа оны азапқа салады, қаласа кешіреді деген. Алла тағала Құранда шынында жақсылықтар жамандықтарды, яғни кішігірім күнәларды жояды деп айтқан. Бұхари мен Муслимнің жинақтары бас болған хадис дерек көздерінде Ибн Масғудтан риуаят етілгені бойынша, бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам жат әйелді сүйіп алған біреу келіп, күнәсінен қайтып арылатыны туралы сұрайды. Міне сол сәтте күндіздің 2 уақытында, 5-ін, 2-ті, сондай-ақ түннің күндізгі таяу уақытында, таңсәрі, ақшам, құптан намаз оқы. Қанағат қылу. Негізі адам баласының табиғатында ашкөздік және қанағатсыздық бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: адам баласының 2 дала толған алтыны болса, 3-шісін аңсайды, оның көзін топырақ қана толтырады. Алла тағала тәубе жасағандардың тәубесін қабылдайды. Әбу Уақид Лайси айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңа уахи келген уақыттарда келген уахиды бізге үйретті. Бір күні оның жанына барса, маған былай деді: Алла тағала біз пенделерге мал-мүлікті намаз оқысын және зекет берсін деп бердік. Адам баласының 1 дала толған алтыны болса, 2-шісін, 2 дала толы алтыны болса, 3-шісін қалайды. Топырақтан басқа еш нәрсе оның қарнын тойдырмайды. Алла тәубе жасаушылардың тәубесін қабыл алады деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: 2 ашқарақ бар, олар тоймайды. Бірі білімге тоймайды, 2-шісі байлыққа тоймайды. Бұл жерде де біз куә болғандай, ашкөздік пен сұғанақтық жаман сипат болғандықтан
алла тағала және оның елшісі саллаллаху алейхи уассалям қанағаттылықты мақтаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ислам дінін қабыл алған және өмір шартына қанағат қылған кісілерге сүйінші деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бай кедейдің бәрі қиямет күні дүниеде маған зәру мұқтаждықтарды қамтамасыз ететіндей ғана мал-мүлік берілсеші, әттең деп арман қылады деп айтқан. Тағы бір хадисте былай деп айтылады: байлық мал-мүліктің көптігі емес, көңілдің тоқтығы. Әбу Хурайра радиаллаху анху айтады: алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям маған: уа Әбу Хурайра, қарның ашқанда саған бір нан мен бір кесе су жетті, дүние тозаққа түссін деген. Әбу Хурайраның тағы бір риуаятында былай деп айтылады: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: алладан қорықсаң пенделердің ең көп ғибадат жасағаны боласың, қанағат қылып жүрсең бәрінің сүйіктісі боласың, өзіңе қалағанды басқаларға да қаласаң шынайы мүмін боласың деп айтты. Әбу Айюб әл-Ансари радиаллаху анху риуаят еткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ашкөздіктен тыйған. Бір күні бір бәдәуи араб Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям келіп: уа Расулалла, маған қысқа нұсқа насихат айтсаң дегенде, алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям: әрбір намазыңды ақырғы намазыңдай оқы, ертесі күні кешірім сұрайтын ешбір сөз аузыңнан шықпасын, басқалардың қолындағы байлыққа көз салма деді. Ауф ибн Малик әш-Шағи радиаллаху анху айтады: бір күні Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям жанында 9 не 8 не 7 кісі тұрғанымызда алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям бізге: алла елшісіне серт бермейсіңдер ме, ант бермейсіңдер ме деді. уа Расулалла, біз саған бұрында ант бердік емес пе дедік. Ол тағы: алла елшісіне ант бермейсіңдер ме деп сұрағанда, біз бәріміз қатарымызбен оған қол беріп ант бере бастадық. Арамыздан біреудің кезегі келгенде ол: саған бұрын ант берген едік, енді неге қайтадан ант беріп жатырмыз деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: аллаға еш нәрсені серік қоспай құлшылық жасауға, 5 уақыт намазды оқуға, алған бұйрықтарға мойынсынуға және ешкімнен еш нәрсе сұрамауға ант беріңдер деді. Міне сол оқиғадан кейін сол күні ант бергендер ат көлік үстінен түсіріп алған қамшысын да алып беруді басқа біреуден сұраған емес. Ибн Масхуд радиаллаху анху айтады: біреуің бір нәрсе сұрағанда сыпайылықпен сұрасын, сөзсіз беруің керек деп қоқаңдамасын, оған бөлінген ризық қана беріледі. Тағы бір данышпан: әрдайым қайғы тартқандар көре алмастар, ең бақыттылар қолындағыға қанағат қылған тоқпейіл кісілер, қиналмай өмір сүргендер, дүниеге көп мән бермегендер, ең көп өкінгендер, біліміне жарасар іс жасамаған ғалымдар екенін көрдім деп айтқан. Әзірет Омар радиаллаху анху: сөзіме құлақ салыңдар, алланың байлығының қаншасын өзіме адал санағанымды сендерге айтайын. Бірі қысқы, бірі жазғы 2 киім, қажылық және умра үшін бір ихрам, және бұдан тысқары құрайыштардікіндей зәру мұқтаждықтар. Бұлардан артық кемі жоқ дүниеге ғана иемін, аллаға ант етейін, осыншасының да адал еместігін білмеймін. Ибн Саммак радиаллаху анху айтады: басқадан үміт етсең, ол сенің жүрегіңе тұзақ, аяғыңа кісен болады. Адамдардан үміткер болмасаң, аяғыңдағы кісен шешіледі. Абдулла ибн Салам Қағбул Ахбардан: ғалымдардың көкірегіндегі ілімді не өшіруі мүмкін деп сұрағанда ол: сұғанақтық, нәпсінің тойымсыз қалауларына мойынсыну және дүниенің артына түсу деп жауап берген. Бір кісі Фудайльдан Қағыптың жоғарыдағы сөздерін түсіндіріп беруін өтінеді. Фудайл оған: пенде бір нәрсені қатты беріле сұраса, діні соның жолында жоқ болады. Нәпсінің тойымсыз қалауларына мойынсынғанда, нәпсі қызыққан еш нәрсесін қолдан шығарғысы келмейді. Содан кейін нәпсің қалаған нәрселердің бәрі сен үшін зәрудей көріне бастайды. Нәпсіңнің қалауларын орындатсаң, ол сенің мұрныңа мұрындық салып, қалаған жағына жетелейді. Сонда сені бас идіріп алады. Сен дүние үшін жақсы көрген кісілеріңе сәлем беріп, ауырса жағдайын сұрап барасың. Әлбетте, оған берген сәлемің де, онымен амандасып барғаның да алла үшін болмайды. Демек, ол кісіден көп нәрсені күтпеуің сен үшін тағы жақсырақ болмақ. Ашкөздік және құр қиял. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: сендер үшін 2 нәрседен қорқамын. Олар дүниеге тірек болатындай сезімдеріңе және нәпсілеріңнің ашкөздігіне алдануларың. Өйткені дүние құмарлық сезімде болу ақыретті ұмыттырады. Нәпсінің ашкөздігіне алдану пендені ақиқаттан адастырады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям: дүниеге құнығу, дүние құмарлық, дүние үшін сараңдық жасау. Міне осы 3 нәрсе қураған кедейлікке, өтпеген тіршілікке,
байлықтан ажыратқан қайғыға итермелейтініне кепілмін деп айтқан. Риуаяттарға қарағанда Әбу Дарда радиаллаху анху Хумус еліне былай деген: «Уа Хумус елі, ішінде тұрмайтын бос үйлерді салудан, құр қиялдарға алданудан, жегеннен шектен тыс мал-мүлік жинаудан ұялмайсыңдар ма? Сіздерден бұрын өткендер биік ғимараттарды салып, көп мал-мүлік жинаған және өздерін дүниені тіреп тұрғандай сезінген. Бірақ салған ғимараттары олардың мазары болды. Дүниені тіреп тұрғандай сезімдері жоғалды және жинаған мал-мүлкі ешбір іске жарамай қалды». Әзірет Әли, Әзірет Омарға радиаллаху анхума: «Екі досыңа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Әзірет Әбу Бәкірге жолығуды қаласаң, киген киімің жамаулы және аяқ киімің ескі болуға тиіс. Дүниені тіреп тұрғандай сезімдерге алданба және ешқашан қарның тойып тамақтанба» деп насихат айтты. Әзірет Адам алейхиссалам, ұлы Шиске алейхиссалам 5 насихат айтты және бұл насихаттарды келешекте өз ұлдарына өсиет қылып кетуін өсиеттеді. Оның айтқан насихаттары төмендегідей: бірінші, ұлдарыңа бұл дүниеге сеніп алмауды өсиетте. Өйткені мен мәңгілік деп пейішке беріліп кеттім де, Алла мені ол жайдан шығарды. Екінші, ұлдарыңа әйелдерінің қалауымен бір іске бармауын өсиетте. Өйткені мен жұбайымның қалауына мойынсұнып, тыйым салынған ағаштың жемісінен жегенім үшін өкіндім. Үшінші, ұлдарыңа әрбір істің соңын алдын ала ойлануын өсиетте. Егер мен жасаған ісімнің соңын ойлағанымда, басыма жалпыға мәлім болған бәлелер келмес еді. Төртінші, егер бір істі бастарда көңілдерің күмәнданса, ол істен алыс болыңдар. Өйткені мен тыйым салынған ағаштың жемісін жейтін кезде көңіліме күдік ойлар келген еді. Бірақ соған қарамай ол істен бас тартпағаным үшін ақырында өкініп қалдым. Бесінші, бір істі бастарда оны жақсы білгендермен кеңесіңдер. Егер мен тыйым салынған ағашқа жақындамай тұрып, періштелермен кеңескенімде басыма бұл бәлелер келмес еді. Мужахид былай деген: Абдулла ибн Умар бір күні маған былайша насихат айтты: таң атырғаныңда түнде не жасаймын деп ойланба, кешкіргенде ертең не болады деп уайымдама. Тірі кезіңде өлімің үшін, денің сау кезде ауырып қалатын күндерің үшін қамдан, өйткені ертең не болатынын біле алмайсың. Риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен сахабаларының арасында төмендегідей әңгіме болды: бәрің пейішке кіруді қалайсыңдар ма? Әлбетте. Олай болса дүние құмарлық сезімдерге беріліп кетпеңдер және Алладан шындап ұялыңдар. Біз бәріміз Алладан ұялады емеспіз бе? Сендердің ұялғандарың шынайы ұялу болып есептелмейді. Қабірді және денелердің шіруін әрдайым естеріңде ұстаңдар. Қарындарың мен ондағы мүшелерді, бастарың мен ондағы мүшелерді харамнан сақтаңдар. Ақыреттегі биік орындарды қалаған кісі бұл дүниенің әшекейіне берілмеуі тиіс. Алла тағаладан шындап ұялу сондай. Пенде сонымен Алланың достығына жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде былай деген: бұл үмбеттің амандығының басы тақуалықта болғандай, құрдымға кетуі де сараңдық пен дүниені тіреп тұрғандай еш өлмейтіндей сезімдерге алдануында. Үммүл Мунзирдің былай деп айтқаны риуаят етіледі: бір күні түнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалардан: уа адамдар, сендер Алладан ұялмайсыңдар ма деп сұрады. Сахабалар: уа Расулалла, не болды деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оларға: жеп тауыс алмастай байлық жиясыңдар, құр қиялдардың артынан жүгіресіңдер, тұрып үлгере алмастай көп үй саласыңдар деді. Сахабалардан Әбу Сағид әл-Худри радиаллаху анху айтады: бір күні Усама ибн Заид ибн Сәбиттен ақшасын бір айдан кейін бермекші болып 100 дирхамға бір күң сатып алады. Сонда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам: Усаманың бір айлық несие сауда қылғаны сендерді таңғалдырды емес пе? Ол өзін еш өлмейтіндей сезініп қалыпты. Аллаған дедейін, мен көзімді ашқан сайын қайта жұма бере, Алла жанымды алама деп ойлаймын. Бір нәрсеге қараған сайын қайта жерге қарауға үлгермей өлем бе деймін. Аузыма тамақ салған сайын оны жұта алмай өліп тамақ кеңірдегімде қалып қалама деп ойлаймын деп айтқанын естідім. Одан кейін: уа халайық, егер ақыл естерің орнында болса, өздеріңді өліктердің арасында деп есептеңдер. Аллаға ант етейін, сендерге білдірілген ақырет көз ашып жұмғанға дейін бастарыңа келіп қалады және оны тоқтата алмайсыңдар деді. Риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көпшілікпен әңгімелесіп отырып қолына 3 шырпыны алады да, біреуін алдына, екіншісін жанына жерге қадап, үшіншісін алысырақ лақтырады. Содан соң сахабалардан: бұлар нені түсіндіретінін білесіңдер ме деп сұрайды. Сахабалар:
Алла және оның елшісі біледі дегенде, ол алдыңғы жағымды қадаулы тұрған шырпы, пенде, жанымдағы ажал, алысқа лақтырғаным кісінің түбі жоқ, құр қиялдары. Пенде құр қиялының артынан жетпей жүгіріп жүріп ажалдың шеңгеліне түседі деп қорытындылады. Риуаяттарға қарағанда Иса алейхиссалам бір жерде отырған еді. Арғы жақта бір қария күрекпен жер қазып жатты. Иса алейхиссалам: «Уа жаратқан Алла, бұл қарияның көкірегіне дүние құмарлық қиялдарды өшір» деп дұға қылды. Сол сәтте қария күрегін тастай салып жерге жата кетті. Сонда Иса алейхиссалам: «Уа жаратқан Алла, бұл қарияға көп өмір сүру үмітін қайтарып бер» деп дұға қылды. Содан соң әлгі қарияның жанына барып, жасап жатқан ісін тоқтатып, қайта бастауының сырын сұрағанда, ол: «Жерге жатпас бұрын сен қатты қартайдың, тағы қаншаға шейін істемек едің» деген ой пайда болып, күректі тастап жерге жата кеттім. Бірақ біраз демалғаннан кейін қалған өміріңде де жан бағуың керек деген оймен күректі қайтадан қолға алдым деп жауап береді. Шүкіршілік. Алла тағала Құранда Алланы үнемі жүрекпен, тілмен һәм іс жүзінде еске алу болса, құлшылықтың ең үлкені, ең зоры деп айтумен бірге Алланы зікір қылу мен шүкіршілікті былайша баяндайды. Сендер мені әрдайым жад етіңдер, яғни әрдайым құлшылық етіп еске алыңдар. Сонда мен де сендерді ескеремін. Маған шүкіршілік етіңдер және әсте күпіршілік қылмаңдар. Яғни алғысы жоқ, жақсылықтың қадірін білмейтін кісінің ісін істемеңдер. Сендер Аллаға шүкіршілік білдіріп, иман келтірсеңдер, Алла сендерді азаптап қайтеді. Алла шәкир, өзіне шүкіршілік еткендердің қарымын еселеп қайтарып, қисапсыз нығметке, мол сауапқа бөлеуші, һәм әлим, барлық нәрсені құлдарының жай күйін жақсы білетін шексіз ілім иесі. Ешбір жан Алланың қалауынсыз о баста жазылып қойған ажалы жетпейінше өлмейді. Кім-де-кім дүниенің сауабын қаласа, оған одан өзіне тиесілі сыбағасын береміз. Ал кім ақырет сауабын қаласа, оған да өз сыбағасын береміз. Шүкіршілік етушілерді жақында міндетті түрде сый-сияпатқа бөлейміз. Ібліс: «Ендеше мені азғырып адастырғаның, яғни сынап сүріндіргенің үшін ант етемін, мен де оларды тынбай азғырып адастыру үшін сенің тура жолыңа кесе көлденең деп отырып аламын. Содан кейін олардың кейде алдынан, кейде артынан, кей кезде оң жағынан, кей кезде сол жағынан келіп азғырамын. Нәтижеде олардың басым көпшілігін шүкіршілік айтатын құлдарың ретінде көре алмайсың» дейді. Жоғарыда куә болғанымыздай, шайтан адамдарды азғырып, шүкіршіліктен алыстатады. Бұл оның адамға алейхиссалам сәжде жасамаған үшін Алланың мейірімінен қуылғанының кегі еді. Алла тағала: «Құлдарымның арасында лайықты түрде шүкіршілік ететіндер неткен аз еді» дейді. Алла тағала бұл аятта ешбір нәрсені бөлмей тұрып, шүкіршілік үшін барлық нығметті мол қылатынын білдіреді. Раббыларыңның: «Егер шүкіршілік етсеңдер, нығметімді арттырамын, ал егер жақсылықтың қадірін білмесеңдер, онда азабым расында тым қатты» деп жар салғанын естеріңе алыңдар. Сонда жәннаттықтар: «Аллаға мадақ жаудырып, шүкіршілік айтамыз. Ол бізге берген уәдесінде тұрды, һәм бізді осынау ұшы-қиыры жоқ, қисапсыз нығметке толы жерге мұрагер қылды. Біз енді жәннатта қалаған жерімізде қалағанымызша тұра аламыз» деп мәз-мейрам болады. Міне, бір Алланың разылығы үшін риясыз еңбек еткендердің алатын сый-сияпаты қандай керемет. Олардың жұмақтағы дұға мінәжаттары: «Сүбхәнәкә, уа Раббымыз, сен мінсізсің, қателік пен кемшілік атаулыдан адасың» деген дұға және бір-біріне айтатын ізгі лебізі мен қошеметі қашанда сәлем, бейбітшілік, есендік тілеу болмақ. Барлық дұға мінәжаттары «Әлхамдулиллахи раббил аламин», күллі мадақ, шексіз шүкіршілік күллі әлемнің Раббысына ғана арналады деген сөзбен тәмамдалады. Адамдардың жүрегі тас сияқты, тіпті тастан да қаттырақ. Бұл қаттылықты қорқу және шүкіршілік келтірумен жылап жұмсартуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні: «Қиямет күні Аллаға мақтау айтқандар орнынан тұрсын» деп айтылғанда, бірнеше кісі орындарынан тұрады. Оларға өзгеше ту беріліп, бәрі пейішке жіберіледі деп айтады. Сахабалар мақтау айтқандар кімдер деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Қандай жағдайда болса да Аллаға шүкір келтіргендер» деп жауап берген. Басқа бір риуаятта баршылықта да, таршылықта да Аллаға шүкір келтіргендер дейді. Тағы бір хадисте мақтау, шүкіршілік Рахманның киімі деп айтылады. Байлық жинау туралы аяттардың бірі түсірілгенде, Омар радиаллаху анху пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам: «Қай байлықты жинайық?» деп сұрады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: «Зікір қылушы тіл, шүкір қылушы жүрекке ие болыңдар» деді.
Мұнда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам байлықтың орнына шүкіршілік қылған жүрекке ие болуды бұйырып жатыр. Ибн Масғуд радиаллаху анху шүкіршілік иманның жарымы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні таңертең бір сахабадан түнді қалай өткіздің деп сұрады. Сахаба жақсы өтті деп жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам одан Құдайға шүкір жақсы өтті деген жауап алғанға шейін бұл сұрақты қайта-қайта қайталады. Ақыры сол жауапты алғаннан кейін сенен осыны естігім келген еді деді. Бұрынғы мұсылмандар бір-бірінің жағдайын сұрауды әдетке айналдырған. Олардың мақсаты Аллаға шүкіршілік келтіруге жағдай жасау еді. Сонымен шүкіршілік келтіргені де хал жағдайды сұраумен осыған себепші болғаны да ғибадат сауабын алды. Хал жағдайы сұралған кісі не шүкір келтіреді, не өз жағдайынан шағымданады, не еш жауап бермейді. Шүкіршілік келтіріп жауап беру ғибадат. Жағдайына наразы болып шағымдану мұсылманға жараспайтын жағымсыз көрініс. Мұқтажын Аллаға айтуы, бірақ Алладан басқаның алдында шағымдануы абыройсыздық. Маңайындағы өзі сияқты әлсіз пенде екенін ұмытып, оған шағымдануы жағымсыз көрініс. Алла тағала былай деген: анығында Алланы ұмыт қалдырып, табынған пұттарың сендерге ризық несібе бере алмайды. Ендеше ризық несібені Алланың құзырынан іздеңдер. Бір Аллаға ғана құлшылық жасаңдар және оған әрдайым шүкіршілік етіңдер. Өйткені бәрің де оған қайтарылудасыңдар. Алланы былай қалдырып, тәңір тұтып табынған нәрселерің құдды өздерің сияқты жоқтан жаралған құлдар. Егер оларға сенетіндерің рас болса, қане, оларға жалбарынып дұға етіңдерші, дұғаларыңа жауап бергенін көрейік. Демек, тілмен шүкіршілік келтіру шүкіршіліктің бір түрі. Тәкәббарлық. Алла тағала Құран кәрімнің бірнеше жерінде тәкәббарлықты және менменсінген кісілерді айыптап сынға алған. Жер бетінде орынсыз көкірек керіп, даңдайсығандарды аяттарымнан сырт айналдырамын. Яғни оларды аяттарымды ақиқатты лайықты түрде түсіне алмайтындай етемін. Олар жолымыздың хақ екенін көрсететін қанша дәлел, қаншама мұғжиза көрсе бәрібір оған иланбайды. Тура жолды көрсе де, оны өздеріне лайықты жол деп есептемейді. Ал керісінше, теріс һәм азғындық жолын көрсе, оны өздеріне лайық көріп, бірден сол жолға түседі. Солай істейді. Өйткені олар аяттарымызға сенбеуді әдетке айналдырған еді, һәм олардың мән мағынасын, пайдаларын түсінуден мүлдем қалған еді. Ондайлар өздеріне Алладан ешқандай айғақ келмесе де, ешқандай өкілеттілік берілмесе де, Алланың бүкіл болмыстағы, өз бойларындағы һәм кітабындағы айқын аяттары төңірегінде бей-берекет сөз таластырады. Олардың бұл қылығы Алланың алдында да, оған иман келтірген жандардың алдында да ашу шақыратын өте жағымсыз іс-әрекет болып табылады. Алла әрбір тәкәббар озбырдың жүрегін міне осылай мөрлеп тастайды деді. Алла олардың нені жасырып, нені жария етіп жүргенін жақсы біледі, әрі иман етуді, ар санайтын өр көкірек тәкәббарларды ұнатпайды. Көпірліктеріне байланысты бізге қауышуды қаламайтын, тіпті ойламайтындар, бізге елші ретінде көктен періштелер түссе қайтер еді? Яки Раббымызды өз көзімізбен көрсек болмас па еді дейді. Расында олар өздерін сондай зор санап, астам суда әрі тым шектен шығуда. Раббыларың, маған дұға етіңдер, сендерге жауап берейін. Шүбәсіз, тәкәббарлыққа салынып маған құлшылық қылуды бойларыңа шақ көрмейтіндер әбден қор болған күйде жаһаннамға кіреді деп айтады. Құранда тәкәббарлықты сынға алған басқа тағы бірнеше аят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: жүрегінде сары тарының дәнінің салмағындай тәкәббарлығы бар кісі пейішке кіре алмайды. Ал енді жүрегінде сары қышаның дәнінің салмағындай иманы бар кісі тозаққа түспейді деген. Әзірет Иса: Алла кімге өз кітабын үйретсе, және ол ешкімге зорлық-зомбылық қылмай өлсе, ол ең бақытты деген. Әбу Хурайраның риуаяты бойынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: зорлықшыл және менменсінгендер қиямет күні махшар алаңына кішкентай болып келеді. Олар Алланың бұйрығын да құрметтемегендіктен елдің аяғының астында тапталады деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: уа жаратқан Алла, менменсінгендердің мақтанышынан сақта. 3 нәрсеге қатысы жоқ жағдайда денесінен жаны шыққан адам пейішке кіреді. Олар менменсіну, қарыз, біреудің ақысын алдап алу. Әзірет Әбу Бәкір радиаллаху анху: ешбір кісі бір мұсылманды кемсітпесін, өйткені мұсылмандардың ең қарапайымы да Алланың алдында қадірлі деген. Уахаб ибн Муннабих айтады: Алла адын пейішін жаратқанда оған: сен менменсінгендердің бәріне жабықсың деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам:
тәкаппарлық жасап киімін сүйрете басқан пендеге Алла қарамайды деп айтқан. Заид ибн Аслам айтады: бір күні ибн Омар жанымда тұрғанда ішке Абдулла ибн Уақид кірді. Ол жаңа киім киіп алыпты. Ибн Омардың оған былай дегенін естідім: балам, киіміңді жерге сүйретпе, өйткені мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Алла тәкаппарлық жасап киімін жерге сүйреткен пенденің жүзіне қарамайды дегенін естігенмін. Әбу Бәкір Хузали айтады: бір күні біз Хасан Басримен тұрсақ, Ибн Ахтам мешіттің сұлтандары отыратын жайына өтті. Үстінде шекпенінен шығып, қызыл асығына шейін жетіп тұрған жібек киім киіп, менсініп шайқалып тәкаппарлана басып бара жатты. Хасан Басри оған бір қарап алып: ей ақымақ, сен Аллаға шүкіршілігі жасалмаған, Алланы еске алмай, оның әмірлеріне сай келмеген жолдармен тапқан киіміңе мақтанасың. Алла берген мүшелеріңнің әрбірі оның нығметтерінен. Аллаға ант етейін, кім болса да қарапайым кішіпейіл жүруі тәкаппарлығынан жақсырақ деді. Ибн Ахтам өзі туралы айтылып жатқан бұл сөздерді естіді де, қайтып келіп жасаған іс-әрекеттері үшін Хасан Басриден кешірім сұрады. Хасан Басри оған: менен кешірім сұраудың орнына Аллаға тәубе жаса. Сен Алланың жер бетінде кердеңдеп жүрме. Сен өзіңді қанша жерден мықтымын деп санасаң да, күш-қуатың, білімің және қабілетің шектеулі болғандықтан бәрібір жерді жара алмайсың. Тауларменен де бой теңестіре алмайсың деген бұйрығын еш естіген емес пе едің, деп жауап берді. Мұхаммед ибн Уасри радиаллаху анху ұлының менсінгендігін көріп, жанына шақырып алады да: ұлым, сен кім екеніңді білесің бе? Анаң күң болып жүрген жерінен 100 дирхамға сатып алдым. Ал енді әкең туралы айтатын болсам, Алла оған ұқсайтындарды мұсылмандардың арасынан көбейтпесін деді. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху бір күні киімін жерге сүйретіп жүрген біреуді көріп, 2 не 3 қайталап, шайтанның көптеген туыстары бар екені анық деді. Мутариф ибн Абдулла ибн Шихир бір күні Мухаллабты көріп қалды. Ол жібек шапанымен мақтанып жүріпті. Мутариф оған: уа Алланың құлы, бұл жүрісің Алланың және оның елшісінің азабына себеп болатын жүріс деді. Мухаллаб одан: мені танымайсың ба деп сұрады. Мутариф: әлбетте танимын. Бастауың бір тамшы су, соңың сасыған мәйіт. Сен сол екі нәрсенің арасында лас нәрсе тасыған біреусің деп жауап берді. Бұл жауапқа жеңілген Мухаллаб ләм дей алмай, содан бастап тәкаппарланбайтын болды.